Өткен аптада көкшетаулықтарды ерекше қуантар қуанышты оқиға болды. Бұған дейін облыс орталығында бір үй салынатын болса, ол үлкен жаңалық болып саналатын. Енді Көкшетауда бір үй емес, тұтас бір мөлтек аудан салынатыны белгілі болды. Тағы бір қуаныштысы, шағын аудан қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынбақ. Демек, бұл ауқымды жоба жүздеген ақмолалықтардың тұрмысын жақсартуға септігін тигізбек. Наурыз айының аяғында өткен жиындардың бірінде өңір басшысы Қайрат Қожамжаров көкшетаулықтардың пәтер мәселесін шешу үшін облыс орталығында жекелеген үйлер емес, тұтас мөлтек аудандар салу керек деген болатын. Осы идея жүзеге аспақ. Қопа көлінің жағасынан жаңа мөлтек аудан орын теппек. Мұндай келісімге Астанада қол қойылды. Мы не можем решить проблемы потребности в жилье, потому что мы... Біз қазірдің өзінде тұрғын үй мәселесін шеше алмай отырмыз. Өйткені жылына тек 3-4 үй ғана пайдалануға беріледі. Сондықтан мөлтек аудандар салуды қолға алу керек. Өкінішке орай бізге бөлінген трансфертте облыстық бюджетте қаржы да жоқ. Біз одан шығудың жолын қарастырып жатырмыз. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасымен кездесу барысында осы мәселе көтерілген. Біз бір айдың көлемінде қажетті эскизді дайындадық. Егер бұл жоба жүзеге асатын болса, Көкшетау қаласының сәулеттік келбеті көркейеді. Өңір басшысы бұл жөнінде наурыз айының басында айтқан болатын. Облыс орталығында баспана тапшылығы бар екені ешкімге жасырын емес. Міне, араға 6 апта салып жоспардың жүзеге асатыны мәлім болды. Көкшетау қаласында мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алудан үміттілер саны 5000-ға жуық. Олардың жартысынан астамы әлеуметтік аз қамтылғандар қатарына жатады. Облыс орталығындағы 60-70 жылдары салынған көп қабатты үйлердің басым бөлігі әбден тозығы жеткен. Көкшетау қаласы мектепке дейінгі мекеме және әлеуметтік маңызды нысандарға зәру жоба аясында осы мәселелер ескерілген. Жаңа мөлтек ауданда емхана, мектеп, балабақша, спорттық кешен және әкімшілік ғимараттар болады. Қопа көлінің жағасы абаттандырылып, демалатын орындар жабдықталады. Өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қою рәсіміне облыс әкімі Қайрат Қожамжаров пен ұлттық әл-ауқат қорының жетекшісі Өміржақ Шөкеев қатысты. Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қорының басқарма төрағасы Болат Палымбетов және Көкшетау қаласының әкімі Мұнарбек Батырханов маңызды құжатқа өз қолын қойғаннан кейін тараптардың келісімі күшіне енді. Реализация этого проекта позволит построить. Бұл жоба шеңберінде облыс орталығында 200 000 шаршы метр тұрғын үй салынатын болады. Сол арқылы бірқатар әлеуметтік мәселелер шешімін табады. Жаңа үйлер бірнеше кезеңмен салынады. Бұл жоба қолжетімді баспана 20-20 бағдарламасы аясында іске асады және орташа табысы бар отбасыларға лайықталған. Біздің өзіміздің бағдарлама бойынша түгел Қазақстанда осындай құрылыс бастайын деп отырмыз. Бұл біздің өзіміздің 100 шағын метр 120 мыңның асауға болмайды теңге. Екінші үйлері 3-ші класс болу керек. Бұл құрылысты түгел етіп отырмыз. Бүгін Қазақстанда 7-8 қалада бастайын деп отырмыз. Осы бірінші қала Шымкентте бастадық, қазір Астанада бастайын деп отырмыз, Алматыда, содан кейін мына Көкшетауда. Қопа көлінің жағасында бой көтеретін 6 тұрғын үй кешенінің құрылысына қажетті жер учаскесі сатып алынды. Соған орай көл маңындағы тозығы жеткен 24 жер үй босатылады. Қазір оның бағасы шығарылды. Биылғы жылдың қазан айында жаңа тұрғын үй кешенінің жобасы дайын болады. Достық Талғатұлы, Гәпку Асылбекқызы, Марат Тоқмағамбет, Данияр Жұмағұлов, Апта.